Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге қытырлаған баклажаны бар ең жеңіл пайдалы салатты қалай ғана тез әзірлеуге болатындығын көрсететін боламын. Осындай керемет дәмді салатты жасауға бар жоғы 3-4 ингредиент қана қажет болады. Ең алдымен баклажанымызды жуып, видеодағыдай кубиктерге кесіп алатын боламыз. Бұл салат дәмді және жеңіл болғандықтан қанша жасасаңыз да бір қойғаннан желініп қалады. Сол себепті жасауға кеңес беремін. Осылайша барлық баклажаныңызды кубиктеп турап болғаннан кейін татымына қарай тұз сеуіп, жақсылап араластырып, 10 минутқа тыныштыққа қойыңыз. Сол кезде тұзыңыз жақсылап баклажанға сіңетін болады. Ендігі кезекте табаңызға молынан етіп сұйық майыңызды құйып, қызғанға дейін 1,5 ас қасық крахмалыңызды, картопта крахмалыңызды тұздалған баклажаныңызға салып, жақсылап араластырып, бірден қызып тұрған майыңызға қызартып қуырып алатын боламыз. Сол кезде біздің баклажанымыз әдемі түске еніп, және қытырлап, хрустящий болып пісіп шығады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, баклажанымыз әдемі түске еніп, хрустящий болып пісті. Енді тарелкаңызға салып алып, келесі кезекте қызанағыңыз бен қиярыңызды әдемілеп, кубиктеп турап алатын боламыз. Мінекей осылайша барлығын әдемілеп кубиктеп турап болғаннан кейін, көк жуанымызды да сақтап турайтын боламыз. Бір жағынан пайдалылығы үшін және салатымызды безендіру, яғни әсемдеу үшін қажет болады. Осылайша барлық ингредиентті дайындап, содан кейін ғана барып ең әдемі деген тарелкамызға барлығын орналастыратын боламыз. Ең алдымен қуырылған баклажанымызды, содан кейін қызанағымызды, қиярымызды, ең беткі жағына туралған көк жуанымызды сеуіп әсемдейміз. Сол кезде біздің ең дәмді деген және қытырлақ баклажанды салатымыз дайын болады. Достар, бұл салатты дайындаған бойы 1 сағаттың көлемінде жеп қойған дұрыс, себебі уақыт өте қызанақтың суы баклажанға сіңіп, қытырлақтығы кетіп қалуы мүмкін. Сіз де жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.